Сәлеметсіңдер ме, 10-шы сынып оқушылары? Бүгін біз ұлы дала көшпелілердің империялар бөлімін өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы Түркі империясы, көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Сабағымызды бастамас бұрын оқу мақсаттарымен танысып өтейік. Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру, деректерді талдау негізінде түркі мемлекеттерінің дамуын зерттеп, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтау. Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында құрылған. Түрік қағанаты жерімізде құрылған алғашқы ерте феодалдық мемлекеттің бірі. Қағанат оңтүстік шығысында Қытай мен оңтүстік батысында парсылармен шектесіп жатты. Түрік қағанатының негізгі құрамы түрік тілдес халықтардан тұрды. Олардың басым көпшілігі теле тайпалары құрады. Теле түрік тілдес тайпалардың ортақ атауы. Қытай шежіресі бойынша теле сөзінен түрік атауы қалыптасқан. 542 жылғы Қытай жылнамасында түрік этнонимі туралы жазылған. 552 жылы түрік қағанаты құрылып, 603 жылға дейін өмір сүреді. Түрік қағандығының әскери әкімшілік құрылысы. Қағандықтың батыс бөлігінде түркілік көшпелі халық 10 оқ одағына 10 оқ будын біріктірілді. Барлық 10 оқ, яғни тайпалар, сол, шығыс және 10 батыс қағанатқа бөлінді. Сол және 10 қағанатқа бөліну көптеген ірі түркілік тайпалық бірлестіктерге тән болды. Тайпалар мен рулардан құратын тайпалық одақ будын елге біріктірілді. Қаған елді ұстады және будынды басқарды. Ол тайпалар одағын басқарып, көсем, сот, абыз рөлін атқарды. Сондай-ақ елді басқара отырып, әскери қолбасшы қызметін де орындады. Әскердің жауынгерлік қуатын ұстап тұру, әскери жорықтар ұйымдастыру, бағындырылғандарды тәуелділікте ұстау түрік елін басқарған қағанның міндеті болды. Түрік қағандығының әлеуметтік құрылымы. Қағандықтағы бектер ру ақсүйектері болды. Ақсүйектік шығу тегі мүліктік жағдайына қарағанда анағұрлым маңыздырақ болды. Әрбір тайпада аға ру болды. Ал ашына руы бәрінен де жоғары тұрды. Түркі рулары мен тайпалардың түркілердің шығу тегінің ортақтығы мен барлық түркілердің бірлігі идеясы байланыстырды. Ол ру жерінің ортақтығы мен және әскери олжа мен салықтардан үлес алу құқымен нығайтылды. Барлық ерлер, оның ішінде бектер, патшалар да жауынгерлер болып есептелінді. Жауынгерлік жасқа жеткен әрбір ұл бала аңшылық немесе әскери ерлік жасап, арнаулы ғұрыптан өтіп, ер атағын алды. Бектің жағдайы оған бағынышты жауынгерлер санымен анықталды. Жауынгерлерден әскери жасақтар құрылды. Ежелгі түркі қоғамында құл еңбегі көбінесе күн еңбегі пайдаланылды. Олар көшпелі малшылық тұрмыстың үлкен ауыртпалығын көтерді. Оқушылар, экрандағы бейне баянды көре отырып, мына сұрақтарға назар аударыңыздаршы. Түрік қағанаты территориясын қалай кеңейтті? Түрік қағанатының ыдырауына не себеп болды? Батыс түрік қағандығы Батыс түрік қағандығын басқарудың ерекшеліктері. Қытайдың күшеюі, түркілердің билеуші топтары
түрік қағандығын ыдырауына және 603 жылы батыс түрік қағандығының 10 окпудың бөлініп шығуына келді. Батыс түркілердің шығыс 5 оғы Дулу тайпалары шығыс Түркістан мен Жетісу жерлерін алып жатты. Батыс 5 оқ Нушуби Шу өзенінен батысқа қарайғы аумақты иеленді. Қағандық Шигу және Тон жабғу кезінде өзінің гүлдену шегіне жетті. Тон жабғудың өлімінен кейін Дулу мен Нушибидің арасында өзара соғыс болып, ол қағандықтың ыдырауына әкелді. Батыс түрік қағандығында отырықшылық пен көшпелі қатар дамыды. Батыс түрік қағандығы тек көшпелі халықтан ғана құралған жоқ, оған көптеген қалалар мен егіншілік аймақтар бағынды. Орта Азиялық мемлекеттердің Хорезм, Ферғана, Шаш, Соғды және тағы басқа тәуелділігі алым төлеумен ғана шектелген жоқ. Түркілер тағайындаған басшылар алым салықтарды жинауды қамтамасыз етті. Жергілікті билеушілерге түркі атақтары беріліп, олар империяның әкімшілік иерархиясына енгізілді. Сондай-ақ түркі билеушілері тәуелді отырықшы халықтардың билеушілерімен туыстасуға тырысты. Батыс түрік қағандығында Ұлы Жібек жолындағы сауда арқылы мемлекеттің экономикалық өмірін өз қолында ұстауға соғдылар ерекше жағдайды иеленді. Жетісуда соғдылықтардың бірнеше ондаған қаласы мен елді мекендері пайда болды. Соғдылықтар қағандықтағы ақша соғу ісін жүзеге асырды. Батыс түрік қағанатының әлеуметтік құрылымы. Қаған билеуші, әскер басы, бүкіл жердің иесі болды. Қаған сайлаған ұлықтар қағаннан кейінгі билік иелері Шат, Жабғу, Елтебер, Ашина руынан шыққан ақсүйектер. Бек ру тайпа басқарушысы. Тархан, бұйрық, сот қызметін атқарушы. Қара будын қарапайым халық. Тат құл. Құлдар да алым салық төлеп тұрған. 630 жылдан 704 жылға дейінгі кезеңде Батыс түрік қағандығында ұзаққа созылған дағдарыс уақыты болды. 634 жылы Нушубиге сүйенген елтеріс қаған 10 оқ жүйесін қалпына келтіруге әрекеттенді. Ол тайпалық көсемдерді қағанға ғана тәуелді тағайындалатын басшыларға айналдыруға шешім қабылдады. Бақылауды күшейту үшін әрбір тайпаға тайпа ақсүйектерімен ешқандай байланысы жоқ қағанның туысы Шат жіберілді. Алайда бұл реформа күйреді. Дулу тайпалары көтеріліс жасап, өздеріне жіберілген Шатты қаған етіп жариялады. 20 жылдық өзара соғыс қытайлардың баса көктеп кіруімен аяқталды. 10 оқ жасағы жеңіліске ұшырады. Тан империясы батыс түркі тайпаларын басқаруға әрекеттенді. Алайда батыс түркілері шығыс түркілері сияқты Қытайдан тәуелсіз болу үшін тұрақты күрес жүргізді. Қорыта айтсақ, балалар, бірінші мыңжылдықтың ортасында түркі тайпаларының бірігі олардың ұлы далада мемлекеттік үлгі бойынша көшпелілер империясына жататын бірнеше ірі мемлекет құруына келді. Империя қағандықтар түркі тайпалық одақтарын да сондай-ақ бағындырған халықтар мен вассалдық мемлекеттерді де біріктірді. Олар бірыңғай әскери әкімшілік жүйемен басқарылды. Түркі империялары
Еуразияның геосаяси сипатын өзгертіп, халықаралық істер мен саудаға белсенді араласты. Балалар, енді бүгінгі өткен тақырып бойынша түсініктеріңді тексеріп, оны одан әрі бекіту үшін сабағымыздың тапсырмасына көшейік. Бірінші тапсырма. Берілген 3 картаға мұқият қарап, қағанаттың қай қағанның кезінде қандай аумаққа ие болғанын жазыңыз. Екінші тапсырма. Түрік қағанатының ыдырау себебін көрсетіңіз. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды ма? Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында кездескенше сау болыңыздар.